Білек сүйектері осы антебрахий деп аталады. Екі сүйектен құралады. Біреуі кәрі жілік сүйегі, ос радиус, және екіншісі шынтақ жілік сүйегі, ос ульна. Кәрі жілік сүйегі қолдың басқа да жіліктер секілді жалпы түтікті сүйек болып табылады. Оның денесін ажыратамыз, проксимальды эпифизін және дистальды эпифизін ажыратып көрсетеміз. Денесінің үш қыры болады: алдыңғы қыры, артқы қыры, және де шынтақ жілік сүйегіне қарай бағытталатын сүйек аралық қыры, марго интероссаны ажырататын боламыз. Алдыңғы қырында біз форамен нутрициум атты тесікті көреміз. Ол арқылы кәрі жілік сүйегін қандандыратын қантамырлар осы тесік арқылы өтетін болып табылады. Кәрі жіліктің проксимальды эпифизіне келетін болсақ, эпифизис проксималис денесімен іргелес жатқан бөліктің медиальды қапталына қарай біз оның бұдырын көретін боламыз. Кәрі жілік бұдыры, тубероситис ради. Одан жоғарырақ біз мойнын ажыратамыз, коллюм ради. Одан жоғары бізде капут ради атты кәрі жілік басын көреміз. Және дәл осы кәрі жілік басында бізде фовия капитули ради деп аталатын ойысты ажыратамыз. Дәл осы ойыс арқылы ол тоқпан жіліктің кіші басының буын бетімен беттесіп буын құрайтын болып табылады. Және оның бүйір қапталына қарай біз шеңбер тәрізді бағытталған буын беті циркумференция артикуляристі ажырататын боламыз. Дистальды эпифизі, эпифизис дисталис көлденең жазықтықтың бойында жуандау және көлемділеу болып келеді. Және оның төменгі бөлігінің бүйір қапталында, дистальды бөліктің, біз тәрізді өсіндісін процессус стелиоидусты ажырататын боламыз. Сонымен қатар кәрі жілік сүйегінің дистальды ұшының ішкі қапталында шынтақ сүйегі басымен буын құрайтын инцизура ульнарис атты тесікті көреміз. Дәл осы арқылы бұл дистальды бөлікте шынтақ жілік сүйегімен байланысатын болады. Мінекей мына жерде. Дистальды эпифизінің жалпы бізде сыртқы беті дөңестеу және бұдырлы болып келеді, және осы маңда бізде туберкулум дорзалия атты төмпешікті байқаймыз. Дәл осы төмпешіктен бізде білектің кәрі жілік білезік бұлшық еттерінің сіңіршелері өтетін батыңқыларды байқауымызға болады. Төменгі бөлігі бұл бізде көлденең және сагитальды бағытта ойыстау болып келеді, және оның буындық беті болады. Фацис артикулярис карпи. Сол арқылы кәрі жілік сүйегі білезік сүйектермен байланысып, кәрі жілік білезік буынын құрайтын болып табылады.